Onalar köp kepsizler dep hoş kepsizler. Al endi şahide bir muzika koyam, sodan keyin barıp to'rimizga, to'yimizning 4-yaş ayga satib olamiz. Kelsiz koy. Kerak muzika koyayım. O'rtada quloqlar birlikte to'ylayman. Take me
Şayasızlar. Hürmetli Avletin ülkenlere kelip şapan kudalarımızga jol gösterdingizler, dasturxonning basına o'rin berdingizler. Birer minutdan keyin şahslarimizning bag'it geçini basayıp olamiz. Söyledingizler. Abinoy deb atalатын елденсіңдер. 90 мен 2000'ның ортасында қазақ елін сағынып келгенсіңдер. Бүгін тойда жерлес бауырымыз басқарсын деп ауылдың тойын сағынып келгенсіңдер. Бірін ұшқыдық дейтін елденсіңдер, бірін тамды дейтін төрденсіңдер. Ауылдың жігіттері бар маңында құралайды көзге атқан мергенсіңдер. Сендер аман болыңдар қандастарым, Қостанайды қазақ қылған сендерсіңдер. Кіші жүздің баласы той бастайды, кішірейіп қол соғуға келгенсіңдер. Торбайлардың әулетіне келіп, мынандай шапалақ естеймін деп ойламаппын мен. Ассалаумағалейкум, кіші жүз Торбай әулеті, тойларыңыз құтты болсын, ұрайын деп жатқан шапалақтарыңызға Алла өзі разы болсын. Той құтты болсын, тойға қош келдіңіздер. Баладан бір шигуы келіп шапалақ сұрай беріп демеңіздер. Мен ортаға тойымыздың иелерін папа мен маманы ортаға шақырайын. Сол кісілерді таныйын дейтіңіздер болса бір ерекше қол соғайын. Папа мама ортаға қол соқтыға. Папа қолға түсіп ма, не басын? Кел ортаға. Мына кісілер танисыздар ма негізі? Торбайлар бар ма осы жерде? Торбайлар. Рахмет, ассалаумағалейкум аға. Тойыңыз құтты болсын. Көңіл-күй қалай? Жақсы, өте жақсы. Күшті ма? Күшті. Неге недовольный болып жүрсің онда? Бір рудныйдың әкім ұқсап. Келіңізші. Ағай жаным. Мына кісіні танитындар бар ма осы жерде? Рахмет. Кімнің салаң бар ма? Төлеңдік. Төлеңдіктер бар ма? Рахмет. Давайте былай жасайық. Мен бүгін тойға осы анам үшін келдім. Бүгінгі тойдың принцессасы, бүгінгі тойдың жұлдызы, бүгінгі тойдың ең сұлуы анам үшін келдік дейтіндер қол соғайық. Анам үшін. Рахмет. Жоқ, біз бүгін тойға мама үшін емес, бүгін тойдың главный спонсоры Жасланның Асқартау әкесі менің ағамды сыйлап келдім дейтіндер қол соғайық. Біз музыкасы! Осындай қошеметке кімнің арқасында жеттіңіз? Көп халықтың арқасында. Халық басқарып жатыр ма не тойда? Мен осыны алған қосылыңыздар деп. Рахмет, тойларыңыз құтты болсын. Алла тағала осындай қуаныштарыңыздан айырмасын. Келіңіз көптен күткен балаңыз үйленді. Күшті, тойларыңыз құтты болсын. Келіннің қадамы оң болсын. Енді бүгінгі керемет қыздарын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, жаманатын шығармай, сіздердің қолдарыңызға аманат етіп тапсырып жатқан құдаларымызға қош келдіңіздер деп біздің жат бір қол соғып қояйық. Құдалар қош келдіңіздер. Рахмет. Бүгін Аллахтың қалауымен дастарханда халал. Халал дастархан. Шайнектің әрі бағып көпкесе енді. Рахмет. Енді құрметті ағайын, бұл кісілер бүгін ерекше той жасап жатыр. Алдарыңызда қарап тұрсаңыздар, арақ жоқ, бүгінгі тойдың арамыз жоқ. Енді бұл кісілер сіздердің алдарыңызға бір шашық арақ қоюға құдіреттері жетеді. Бұл кісілер неге қоймады? 18 мың ғаламды жаратқан Аллах тағаланың елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің Құран хадисінде былай дейді: арақ шарап ішкен адамның 40 күн Алла
дұғасын қабыл етпейді деген болатын. Сол хадиске амал келтіріп сіздердің алдарыңызға бұл кісілер ағадал дастархан жайлы, құрметті ағайындар. Бүгінгі тойдың арағы жоқ, бүгінгі тойдың арамы жоқ. Бүгін тойда арақ жоқ, сауап көп. Бүгін ішіп алып күнәлар қабыл болатын емес, екі жасқа тілеген дұғалар қабыл болатын тойға қош келдіңіздер. Ал енді мама, мына отырып алыңыздар. Көптен күткен жастарымызды ортаға шақырайық. Енді еңбектеген баладан өзіміздің ауылымыздың қарапайым мәдениеттілігін танытып, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін баршамыз орнымыздан тұрайық, қошеметімізді барынша аямай соғайық. Бүгін ота төгіп жатқан Жасұлан мен Фариза келіндеріңізді шақырайық. Ол кісілер шақырмастан алдын қаламыздың бұралған биші қыздары, Шоу Балет Империяның қыздарын шақырайық. Қолдарыңыздан келсе қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Шоу Балет Империя! Жақсы, жақсы. Бір сұрақ қойайын, үйленген қалай екен? Өте жақсы. Ағаларға да шығысты болсын. Тойлар құтты болсын. Ал енді жігіттің қанша жұрты болады? 3 жұрты. Қандай? Өз жұрты, нағашы жұрты, сосын қайын жұрты. Сол 3 жұртыңа қосыла, 4-ші жұрттың достарың келіп тұр. Енді мұсылман екеніңді дәлелдеп, бір ортаға шығып, ассалаумағалейкум деп барлық халықпен амандасып алыңызшы. Ассалаумағалейкум. Рахмет. Қазағым қара өлеңге құмар елсің, сен де бір арды өлеңге мұрагерсің. 2 жасқа тілейтін тілегім сол, бастарына бақыт құсы қона берсін. Осы өлетке жамандық ойлағанның, тіл жағын жаратқанын бола берсін. Торбайлардың ұрпағын көбейтем деп, Фариза келіндердің жыл сайын туа берсін. Сол немере шөберенің қызығына тоймай, ақжаулықты анам жыл сайын немере шөберенің жаялығын жуа берсін. Жас Рамаданның тілегі қабыл болсын деген жандар аямай шапалағын соға берсін. Енді бір сұрақ, енді күштігіп ант беріп алайық бүкіл елдің көзінше. Бақытты болу үшін әйел адамзатына ер азаматы қол көтермеу керек. Соған ант бересің ба? Ант беремін. Ертең сағат 8-ден кейін көшеге шықпауға? Ант беремін. Ассалаумағалейкум, ант беріп қойды. Күшті, айырылдыңдар. Келін бір сұрақ. Енді ер азаматыңа, енді бақытты болу үшін ер азаматыңа сен сөз қайтармауың керексің. Соған ант бересің ба?
Бірақ қазақта сөз бар, ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды деген. Сол ыдыс аяқ сылдырлап қалған кезде жасынан ашуланып шапалақпен тарт жаса үйге қайтып кетпеуге антидесің бе? Антидесің бе? Антидесің бе? Болмайды. Рудимент, келіңізші, папа, мама, папа! Мына кісі той басталмайды, паника ғой уже. Енді бір сұрақ, мама. Келін өзіңізбен тұра ма, или бөлек шыға ма? Өзіңізбен? Соны саған сұрақ берші деп отырады ғой, Фариза. Өзіңмен тұрады екенсің. Енді қазір күшті бір музыка қоям. Келініңіздің маңдайынан түсейіңіз, одан кейін балаңызды бір құттықтаңыз, қалған істер қол соқсын. Ал аманыңызға қатырақ қол соғайық. Қатысың бар ма жалпы? Қатысыңыз бар ма осы өлетке? Ағыласыңыз қайсыздар ма? Табан өзі кеп құттықтамайды шығар енді сені. Екеу класстас сияқты кәдімгідей. Тағарыңыз құтты болсын. Енді бүгін той болып жатыр. Той болып жатқан кімнің арқасында? Әке-шешем арқасында. Жұмақтың кілті Анамның табанының астында. Жұмақтың кілті ананың табанының астында. Рахмет. Жасұлан, Фаризаға қараш, әдемі ма? Әдемі ма? Әдемі. Енді анаңа қараш. Сенің анаң да Фариза сияқты әдемі болған. Жап-жақсы болған, жадыраған, жайнаған, жадыраған. Бірақ сендерді өмірге алып келем деді. Бағам қағам ешкімнен кем қылмай өсірем деп, бүгін самайына қарттық келіп жетті. Сол қарттықты 20 жылға артқа қайтару, ол сенің қолыңнан келеді. Сен келінге дәлелде. Фариза, мен әуелі Алланы сүйем, одан кейін анамды сүйем. Фариза, мен әуелі Алланы сүйем, одан кейін әкемді сүйем. Фариза, мен әуелі Алланы сүйем, одан кейін барып сені сүйем деген ниетпен. Фаризаның алдында ең бірінші рахметті анаң айтшы. Үйлендім, үй болдым екен деп, ертең таңда тұра салып Фаризаның бетінен сүйіп қойма. Сүйсең бірінші анаңның бетінен сүй. Сыйлық алсаң бірінші Фаризаға алып қойма. Алсаң бірінші анаң ал. Жақсылық жасасаң бірінші Фаризаға жасап қойма. Жақсылық жасасаң бірінші осы анаңа жаса. Дұрыс қой. Жұмақтың кілті ананың табанының астында деп бекер айтқан жоқ. Сен үшін жұмақ ата-анаңның разылығы, ал Фариза сен үшін жұмақ өзіңнің ер азаматыңның ризашылығы. Бақытты боласыңдар сол кезде. Мынау енді үлкен ата-әжелерімізді айтып өткен. Ер азаматы әйел адамзатына қолын көтермесе, әйел адамзаты ер азаматына сөз қайтармаса, нағыз бақыт сол үйде деп ата-әжелеріміз айтып өткен болатын, құрметті ағайын. Бақ пен тар таласқанға емес, ынтымағы жарасқанға бұйырады. Сондықтан да бақытты болыңыздар, тойларыңыз құтты болсын. Енді көп сөйлеп көп ұстамай-ақ қойын. Тойымыздың төрінде дайындалған махаббат атты пирамидасына жастарымызды жайғастырып қояйық. Ал достар, жайғастырыңыздар. Бісміллә деп ортаға алдырып алдық. Енді алдарыңызға жайылып тұрған аттасарханымызды өзінің ақ батасымен ашып берсін деп, мен ортаға әулетім үлкен ағасы деп, алпам сәкемді ортаға шақырайын. Қолдарыңыздан келсе қол соғып қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайын. Ассалаумағалейкум, Фариза біріншіден. Мынау бүгінгі жиналып отырған себебіміз жеңіс жеңіс осы кереметтей қуаныш көтерілістерінде мейрамханасында той беріп жатыр. Жасұлан бауырымыздың бүгін үйлену тойы құтты болсын. Данияр Рысқұловай құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Төрге шыққандарымыздың қадамдары бір болсын.
осы жерге келіп отырған ағайын туыс жора жекжаттар бәріңіздің үйлеріңізде той болсын. Бүгінгі мына кешімізді ашық деп жариялаймыз. Алдарыңызда ас дәмдер қойылған алып отырыңыздар. Тойға ұласын, торғайында құтты болсын. Рахмет. Айтылған әмле қабыл болсын. Ал енді назарда кішкене ортаға алып жүрсеңіздер, кетпей тұрыңыз маған. Әулеттің үлкені ортада тұрған кезде тойдың басында бірдеңені келісіп алайық. Бүгін тойда ешкімнің аты аталмайды, түрі түрленбейді, түсі түстелмейді. Бұл той иелерімен отыра, ақылдаса отыра келген шешім болатын. Мұнанша халықтың есімін атау ол оңай емес, құрметті ағайын. Жиналыс болып кетеді. Біріңіздікі аталса, біріңіздікі аталмай қалса, ертеңгі күні бір-бірімізге өкпе-реніш болады. Кім қай жағынан келгенін біліп отыр. Сондықтан да тілекті топтап береміз деп шештік. Ағайындар дегенде жалпы Торғай әулетінің ата әжелері, аға жеңгелері, апа жезделері шықсын. Жаңа құдалар дегенде құдалар, нағашылар, жиен бөле солай тілектер топтап беретін боламыз. Рұқсат қойсам? Рұқсат қой. Рұқсат. Ал, той төріне жайғасып ала қойыңыз. Бір қол соғып қояйық аға. Жастардың қуанышы деп Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиылдық. Жолыққан қандай жақсы деген керемет ән бар. Тойымыздың басын керемет әнмен бастайық. Астарыңыз дәмді болсын, құрметті ағайын. Ассалаумағалейкум. Мен ортаға әулеттің үлкендері деп жалпы торғайларды ортаға шақырайын, ағайын туысқандар ортаға билеп асырған алаңға келіп керемет тілектеріңізді.
туысқандар, бір қатарға тұрып алайық, күшті болып. Қанша қатарға тұрасыздар ма? Өтініш мына жақтағы кісілер. Енді бүгінгі кешіміздің үлкен асы дайын болды дейді. Астан үлкен емеспіз, асымыз суымай тұрғанда ортаға алдырып алған жөн көріп отырмыз. Рұқсат бересіздер ма? Асты алдырып алсақ ортаға, Рұқсат қой, Ал олай болса, құрмет ағайын, асымыздан үлкен емеспіз, асты ортаға алдырып алайық. Бүгінгі керемет кешіміздің үлкен асы, қазақтың ұлттық асы ет, кейбір жерлерде бешбармақ, кейбір жерлерде бешбармақ. Өзіміздің қарабай ауылдың тілімен айтқанда, қамыр-ауқат қайыс, құрмет ағайын. Қабыл алыңыздар. Жер! Той қаласа берсін, осындай той әулеттеріңізде жыл сайын бола берсін. Ал енді үлкенімізбен жол көрсетіңіздер, микрофонымызды естіте бастаймыз ба, Ал жөніміз бар, жақсыларды алғатын, тіліміз бар, жамандарды шығатын. Микрофон қойдың басы емес, барлығымыз ауыз тиіп шығатын. Сондықтан арамызда үлкендеріміз сөйлесін, содан кейін суд болмай тұрғанда бешбармақ жеп алайық, Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тойымыз құтты болсын. Жеке денсаулық, дәрежеше тойларымыз құтты болсын. Жасқан бауырымыз бақытты болсын. Осы үйіміз сіздермен келсек той деп келейік. Тойға боласын. Осы жерде отырған кісілердің үйлерінде той болсын. Жүрсек той деп жүрейік. Бақытты болыңдар, жастар. Бақытты бол. Барлықтарыңызға кеш жарық, қадамдарыңызға нұр бітсін, көңілдер күйлеріңіз жайнап тұрсын, той құтты болсын. Бауырым жеңіз, келінім ұлдары, тойларың құтты болсын. Таңертең ұйқыдан оянғанда жүрегім дүрсілдеп соғып тұрса, отбасындағы жандарымның бәрі аман болса, ағайын туыс жақын жуықтан еш жаман хабар келмесе, мына шаңырағымда немерелерінің күлкісі естіліп, мынандай тойға жайылған дастарханның төрт бұрышы гүлге толып, ортасы нұрға толса, мынандай тойларға ағайын туыс, құда-құдағиларым, жекжаттарың келіп тұрса, онан асқан үлкен бақыт жоқ. Сол бақытты мен сендерге тілеймін. Мына төрде отырған жас жұбайларға інім жасұлан, келінім Париза, бірінші бай денсаулық дейді ғой, сол денсаулықты тілеймін. Екеуің бір-бірлеріңе сыйлас болыңдар. Өмірдің қиындығы, суығы, қуанышын бірге өткізіңдер. Ибалы инабатты ұл қыздарың көбейе берсін. Мына ата-ананы сыйлап, бақытты өмір сүріңдер. Кеш жарық, саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер жаңағы дала. Мына екі жасты себепші болған біздерге бүгін. Осы балдарымыз бақытты болсын. Жүректерінде иман болсын да бірінші. Демдеріміз сау болсын. Бұлдары жекара сендерге айтуым. Дүниенің бәрі жақсылығын дейін. Тойларымыз той қаласа берсін. Балдар бақытты болсын. Кеш жарық, ассалаумағалейкум. Құдалар, тойларыңыз құтты болсын. Жасұлан інім, келінімізбен екі жас бақытты болсын. Өмірлі шүбірлі болсын. Әрдайым үйлеріңізде барлықтарыңыздың осындай той бола берсін. Еңсаға еңсе тойларыңыз құтты болсын, балдар бақытты болсын. Сол бақытты. Ассалаумағалейкум, кеш жарық бәріңізге. Біріншіден ағамыз Жесара. Білмей жеңгесі ғой, Гүләрі. Бауырыма, бауырым Жасұлан, өміріңізде бақытты болыңыз. Келініңізбен
не деймін, жасұлан мен қолды өсті деп айта алмаймын. Мен жеңгем мен ағам қолды өсті деп айта аламын. Негізі шынымен де ол негізі емес, шынымен. Жасұлан жеңгемнің ағамға өскен деген жасұлан мен бауырым. Бірге өсті, мен де өстім. Мен не істесем, жасұлан соны істейтін. Мен майкымен жүремін, жасұлан майкымен жүреді. Мен отжимание істеймін, жасұлан отжимание істейді. Дұрыс естіңіз? Білесіз ғой, мен не істесем, соны бәрі істейді. Жасұлан. Енді бір себеп тағы бар. Мен енді жасым үлкен, өте үлкен. Жасұлан жасы енді 5-ке бармағанша ол уақытта. Мен таңғы 4-те, 5-те үйге келемін. Сонда бұл бауырым мені, бұл жасы 2, 3, 4. Сонда ол мені сол уақытқа дейін мені күтеді. Сол уақытқа дейін сол 4-5-ке дейін күтеді. Мен келіп жатқан кезде қасына сол кезде айтады, аға келдім ба деп құшақтап. Бірден құрылдайды. Резко, автоматически да? Сондай не сол әлгі шөппен де ол шынын айтсам бар ғой. Бақытты болма. Кеше құрметті қонақтар, алыс жақыннан келген ағайын туыс бауырлар, мына бүгінгі ірілі тойдың себепшісі, мына бауырымыз жастарменен бәрекелінің үлкен тойы, қуаныштарына ортақпыз. Бақытты тойларың бұдан да көп болсын. Аға жеңге тойларыңыз құтты болсын. Құдаларына төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Әрдайым осылай той кешіре беріңіздер, қадамдарыңызға нұр жаусын. Осылай торбай елінен дүбірлетіп тойға келіп тұра беріңіздер. Бақытты болсын жастар. Отта, қалғаныз қосыларыңыз бар? Өкпіріңіз болмай бар? Барлығымыз сөйлетіп той енді. Тоғаланмаған дамына жестерін айып етпейсіздер. Енді құрмет ағайын тілектеріңіз қабыл болсын, періштелеріңіз келе Аллах тағаланың ұлағына шалынсын. Бөлтірік шешенің бір сөзі бар. Бақытты, папа асыңыз? Бақытты бала десең артыңда қалатын із, бақытты байлық десең қол басылған мұз, бақытты баян десең ұзатылған қыз, шын сыйласа білсең бұл өмірде, бақыт деген сіз және біз деп еді. Осындай қуаныштарыңыздан Аллах тағала біздерді ешқашанда айырмасын. Менің папа-мамамның әулетіне жыл сайын тойға келуді Алла біздерге нәсіп етсін деген келеді. Ал енді алып келген сый-сияпат болса тез табыстап, фотоға түсіп алып, той төріне жайғастырайық. Ал кетіп, туысқандарға жіберіп. Қалай келеді мама? Қазір папаны хабарлаймын. Папаны хабарлаған кезде орнымыздан тұра алатындарымыз тұрып, айқайлап, шулап, мерейін асырып тастайық. Қатын күн жоқ осында бөлек. Алай болса, бүгінгі тойдың главный спонсоры Жасұланның Асқартау әкесі, менің әкем шақырайын. Қолдарыңызға салыстырып қосыңыздар.
мақсат тұрған жоқ қой. Сен ешті қырынып атқан сәтсің да маған. Мамамен бересің, менімен беріп отырмыз. Күшті. Папа келеді! Рахмет. Құдан білесіз ба? Құдан есімі? Даниярбек. Даниярбек. Құдаға елесіз ме? Рүстім, сол сізге жыныңыз кеп тұрған сияқты ойнамайды. Ал сіз құданы, сіз құда келіп билет алып келіңіз ордаға, е? Қалғаныңыздар қол соқсын. Құда қол соғайық ағай. Шын! Құдаға жаман қызбен қарамадысыз. Өзің жақты боламыз, күшті. Бір-қатарға тұрып алайық. Мына сіздерге бір ерекше қол соғып қояйық. Құдалар қош келіп жатсыздар. Тойларыңыз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Енді сіздерді ортаға шақырған себебім қазақ аттан жығылса да салттан жығылмаған халықпыз. Құдалыққа барғандар бар, бармағандар бар. Енді сол кісілердің көзінше төрт көзіміз түгел кезде бір төс қақыстырып қояйық. Ол төс қақыстырмастан алдын жастарға деген бір тілектеріңізді білдіріп өтіңіздер. Содан соң төс қақыстыру рәсіміне аттанатын боламыз. Бірінші құдаға берейін, керемет балаларыңызға деген тілектеріңізді білдіріңіздер. Қалған кісілеріміз тыныштық сақтайық. Үлкен кісілер шыққанда тілек тыңдаймыз, мен шыққанда шулаймыз. Келістік қой. Мен алатын ақшамды алып қойғанмын уже. Ассалаумағалейкум, кешарық. Міне, тойланып өткен той болып жатыр. Тойлар ұлғаласын. Бұна себебі екі жас қой, екі жас бақытты болсын. Қалғына қалауға, елеуіне, ата-анасына перзенті болсын. Шаңырақтары биік, керегелері кең болсын. Тойларыңыз тойға ұлғаласын. Балдар бақытты болсын. Екі жас қой, балдар бақытты болса, біздің бақытты болсын. Бүгін болсын әбеттерде. Бүгінгі жиналып отқан себебіміз қызымыз Фаризаның, баламыз Жасураның үйлену кеші. Қош келдіңіздер, қош көрдік. Шаққыңызбен сәлем деп қояйын. Не дейміз, екі баламыз бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін, бақыттарын баянды болсын жандарым. Әйтеуір ата-аналарында жерге қаратпайтындай сондай енді тәрбие беру деп ойлаймын. Енді ар жағын өзі құдағай тәрбиелеп алар. Әлі жас қой, бала әлі. Енді өз қызындай көріп тәрбиеледі деп үміттенемін. Алыстамыз біздер. Оқытпа, әйтеуір қолымыздан келгенше. Жаным бақытты Фариза қызым. Ата-анаңды жерге қаратпайтындай сондай жақсы келін бол. Денсаулық. Күндеріңіз тойға осылай болсын. Қазір сіздер соңында тілек етесіздер жайлы. Ал енді тағы бір сұрақ. Қыз беріп жатсыз, дұрыс па? Сен бірінші ассалаумағалейкум амандасың. Сен мені танисың ба? Танымасақ танысайық. Сен бірінші амандас. Ассалаумағалейкум. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Танысқаныма қуаныштымын. Мен бір сұрақ, қыз беріп жатсыз ғой? Иә. Етік төлетейік. Келіңіз. Қыз берген жалтақ қылар, қыз алған жалтақ қылар деп таныстар. Сен осы жерге тұрып ал. Құшақ қарашыңыз. Құшақ қарашыңыз. Қыз беріп жатсыз. Қыз керек па, папа өзі керек қазір. Ашыңыз бала құшақ, ашыңыз. Қыз алып жатсыз ғой? Иә. Керек па, жүгіріп барасыз қазір. Күшті музыка қояйын, жүгіріп барып құданы көтеріңіз демей-ақ қояйын енді. Бір үш рет құшақтасып қойыңыздар, құдалық мың жылдық болсын деп. Ал қалғансыздар қосылайық. Жіберіңіздер.
жандарым, тоқайып бөтейсен дейді. Келіңіздер енді жұбайларымыздың астына. Бір қол соқпай, құдаларына. Енді мен ортаға салмай апасының кісілерді шақырып атырмын. Бүкіл бәле екеуіңізден шығады біз. Келіңіздер. Жолын ашасыздар ма? Өтіп кетсек. Бүкіл бәле осы екі кісіден шығады. Неге күлесіздер? Осы екі өтініш па, мына екі өтініш. Осы екі өтініш па, ана екі өтініш. Особенно мына кісі. Сіздер төс табыстырмайсыздар. Бір-біріңізге қарайық. Екі жастан қанша немере шөбере сүйгілеріңіз келеді, сонша рет бетіңізден сүйіп қояйық. Мен санап тұрам. Келістік қой. Ал кеттік ал, маэстро музыка. Швер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аясаңдар шешкені қыздар. Көздердің мағанығы бәрі да осы. Бір қол соғып қояйық. Құдағылар. Ал енді сіздер ортада тұрған кезде мен тойымыздың төрінен орын алып отқан шап жаңа құдаларымызды тілекке шақырайын, содан соң жастарымызды біргеліктен құттықтайтын боламыз, құрметті ағайын. Ал олай болса, жаңа құдаларға қол соғып қошеметтеп қояйық. Билеттеріңіздер. Келіңіздер, құдалар, құдашылар, құдағилар бір қатарға тұрып алайық, күшті бір тілек айтайық жастарға деген. Бір қатарға тұрып алайық, келіңіздер. Тойларыңыз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын деген келеді. Той-тойға болса берсін. Енді құрметті ағайын, мына жерде көбісінің көкейінде бір сұрақ туындап отқан болар. Мына бала кімнің баласы, қай жақтан болды, қай елден болды деп, құрметті ағайын. Мен Тәуелбайдан болам, Тәуелбайдан Тамда дейтін жерден болам, құрметті ағайын. Шәмшінің өзі жырлаған, Тамдауы деп жырлаған Тамдыданмын, құрметті ағайындар. Қаймаға бұзылмаған, нағыз қазақты көргің келсе Тамдыға бар деген, сол Тамдыданмын, құрметті ағайын. Кіші жүздің баласымын, кіші жүз сардасқа болам, қарақалпақ мәжектерге жиен болам, құрметті ағайын. Кіші жүздердің тойын жүргізуге келіп тұрған кіші жүздің баласынан кішірек қол соғып жіберсеңіздер нұрсызбектер болады. Ал үлкеніміз кім, жол көрсетіңіздер, микрофон сол кісіге ұсынайын, күшті бір тілек табыңыз. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мына жиналыстың себебі жас бақытты болсын, өмірі шүбірлі болсын, той тойға болса берсін. Кеш жарық, құрметті қонақтар, жиналып отқан себебі осындай екі жас бақытты болсын, өмірі шүбірлі болсын. Ендер сау болсын. Жас бақытты болсын. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тойға жиылған қауым. Сіздерге той құтты болғай. Жалпы арамыздағы ортақ той ғой. Жастар бақытты болғай. Фариза, Жасұлан бақытты болыңдар. Ынтымақта болыңдар. Махаббаттар мәңгі болғай. Өмірлі шүбірлі болыңдар. Екі жақта да ата-аналарыңа абырой абыройларын әйтеуір асқақтата беріңдер. Бақытты болыңдар. Дана, жеңше, бәрімізге той құтты болсын. Армысыздар, қош келдіңіздер қонақтар.
Құдағи, бейжігіт салды, тойларыңыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын, ортадағы салған көпірі мықты болсын. Сыйластығымыз мәңгі, құдалығымыз мәңгі болсын, сыйластығымыз сәнді болсын. Екеуі жарасымды жұп болсын. Фариза сіздерге аяулы анасындай келін болсын, анасын көріп қызын алып еді ғой біздің бірі салды келін. Сияқты мақтаулы келін болсын. Бақытты болсын жастар. Құрметті құдағайлар, тойларыңыз құтты болсын, емшақадан құтты болсын деймін. Қайынсіңлім күйеу бала, тіккен отаулардың терезесі тең, керегесі кең болсын. Осы отаулардың ішінде ас ойнайтын ұлдарын жібек терпілдеген қызға толай берсін. Өзіміздің семьямыз атынан азғандай сыйлығымыз бар, табыстауға рұқсат етіңіздер. Құдағи, ойларыңыз құтты болсын. Бейжігіт, келін, сіздерге де құтты болсын той. 2 жас бақытты болсын. Осындай сіз бізден сыйласып жүре берейік. Дастарханымыз ашық болсын, бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, бүгінгі қаласындағы құдағайлар, тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі күннің себепшісі жастар бақытты болсын. Тіккен отау биік, керегесі кең болсын. Осы қаладағы әдемі үлгілі семьялардың бірі болсын. Бақытты болыңдар. Құрметті кеш жарым қонақтар, құдағайлар, тойларыңыз құтты болсын. Енді мына тойға жиналып тұрған себебіміз 2 жасқа Фариза жан, жаслар, бақытты болыңдар. Көтерген отаулардың шаңырағы кең, керегесі кең, шаңырақтары биік, босағалары берік болсын. Фариза жан, енді сен осы әулетке келін болып келіп отырсың. Мына анаңдай болсаң, сен еш уақытта мен сенен Фариза жанға. Жаслар, екеуің бақытты болуға лайықтысыңдар. Бақытты бол жандар. Ассалаумағалейкум. Құрметті қауым, көші қауым. Міне бүгін жиналып отқан сыйлығымыз жиенім Фариза, күйеуім жастар, өмірде бақытты болыңдар. Өзбекстан нағашыларының атынан сыйлық. Құрметті тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Әрқашан мына жастар, жасылар мен Фариза қызымыз бақытты болсын. Әрқашан өмірдегі аңсаған армандарың орындала берсін. Әрқашан қадамдарыңа гүл, алдарыңа нұр, аспандарың ашық болсын. Біздер нағашылар боламыз, подаркымыз бар. Қайырлы кеш, мына жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын. Құдағи, тойларыңыз құтты болсын, барлығыңызға жұғысты болсын. Фариза бауырым, бақытты бол. Жаслан, менің бауырымды жылатпай, қолыңды аялап, жанымда әрқашан табуыңа сенемін. Екеуің бақытты болыңдар, тіккен отауларың биік болсын. Қазақстанның мен деген отбасылардың бірі болыңдар. Аспандарың ашық, тек жолдарың ашық болсын. Қол ұстасып армандаған, алларына қойған мақсаттарына бірге қол ұстасып жете беріңдер. Жаслан, Фариза, бүгінгі бақыт тойларың құтты болсын. Дендерің сау болып, өмірлі шүбірлі болып, осы құда мен құдағайдың жолын қуып, үлгілі семьялардың бірі бола беріңдер. Жаслан, Фаризаға адал жар бол, ал Фариза осы әулетке келіп қонған бақ бол демекшімін.
махаббаттарың әрдайым баянды болсын, өмірлерің тату да тәтті болсын. Сіздің сыйлығыңыз бар міне. Бейжігіттің жаңағы қайын жұртым жақ қойып, қайын сіңілім, абысын келіндер болып жиналып, браслет алдық қызымызға. Осын тағуға рұқсат берсеңіздер. Рахмет. Енді құрмет ағайын, осы жерде Фариза қыздарыңыздың Өзбекстан Республикасы Аяқұдық дейтін ауылдан ат терлетіп келген 3 апасына бір бұлт соғып қояйықшы, ерекше. Қош келіпсіздер, қойыңыз өтіп алсын. Ал енді күшті сыйлық тапсырайық, және де құдамыздың атынан керемет ән бар, жастарымызға деген қазір сол әнді орындайтын боламыз. Бірінші сый-сияпатты табыстап жастарға папа-маманы құттықтап қойыңыздар. Ал кетіп жастарымызға арнап берсеңіз. Құдамызға қатыра қосып, қошемет тұқмайық, құрметті ағайындар. Рахмет. Баршаңызды баянбекке шақырам, бірінші кезекте Фариза, Жаслан, сендерді ортаға шақырам, және халықтан, халайықтан айнетпейсіздер деп ойлаймын. Ән орыс тілінде болады. Көп болып еді ән айтпай кеткені. Сондықтан айыпқа бұйырмайсыздар деп ойлаймын. Жерге дейін ғана білемін жасан ол жайға сәбеп бір қолды рахмет. Айыпқа үйрмайсыздар.
Мен сол оригиналын естіген сондықтан биік болып кетті. Шиқылдап пиқылдап қалғаннан жақсы ба айтып деп тоқтай салған ғой, айтқа бермесін. Рахмет. Бір болып соқпай тұрыңыздар. Рахмет. Жастар төрлетіп алыңыздар. Енді мен ортаға жаңа кереметтей тойдың басында жастарымызды ортаға шақырып берген Шоу-балет империяның 5 қыздарын ортаға шақырайын. Қолдарыңыздан келсе қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Шоу-балет империя. Командаға бөліп алайық. Оң жақ стол қандайсыз ба, сол жақтың ба? Кеттік, сол жақ қандайсыз ба? Папаның командасы бар ма? Папаның командасы бар ма? Без музыка. Папаның командасы бар ма? Кеттік, маманың шырғыз азыр. Маманың командасы ше! Рахмет. Өзінше болмай, папаны сынақ көрген жоқ шығармыз, сыйлап көрдік қой, дұрыс па? Бір нормальный қол соғай. Папаның командасы бар ма? Рахмет. Енді мен сіздердің рұқсаттарыңызбен, шапалақтарыңызбен, жасынан ұлдарыңыз ортаға шақырайын, қатырақ қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Жібер! Жастан келсін ортаға, жастан! Радан бір сұрақ, папаның қандайсыз ба, маманың ба? Әкемді. Кейін бір сұрақ, қатаңды таңдайсың ба, енеңді ба? Ойла, жақсы ба? Кімді таңдайсың? Енем. Онда өлетін жер жеп тұр ғой. Бір қолысы қойайық. Рахмет.
келші братан ортаға. Папаны алып қой. Енді папаның қолынан ұста. Папаның қолынан ұста бол. Көтерші. Менің қолымда барым. Менің қолымда байлығым. Менің асқарбауым деп бір күшті музыка қойып берем. Папаның ортада бір айналдырш. Келген қол соқсын, иә? Ал, әке мен балаға қол соғай, ағай, маэстро! Мен маманың қолынан ұстадым. Маманың қолынан. Теріз мама одағы. Маманың қолынан ұстадым. Менің жәннәтім, менің байлығым, менің барым деп маманы бір айналдырш. Қосына барыша. Аллах'a қосына! Арашауына күші тойында жүр. Боласын қайғы ойын қиыр. Бақтың деп бағалай, үйсе қуанып қалай. Ерекше сен жасайтын сен жақтан ішпей іше қуатын бір қояншық досыңдар ма? Бар. Кім шақырасың? Қайсың жазды? Біреу шақыр. Азат. Азат шақырып бір басаламыз онда. Строчно үйлену керек Азат. Үйленген ба? Есімің Азат. Досы. Таканса ма? Таканса. Енді сіз жақтан құдаша бар ма? Сабрина құдашаны шапалақпен ортаға алсам. Сабрина! Біреумен орысыңыз келмей жатпасыз? Қарабаймен? Есіңіз? Кім боласыз? Подругасы. Дайынсыз ба? Күшті бір музыка қойып беріп, мына қояншықпен билейсің. Таканса бұл. Ортаға жылжыңыздар. Ортаға. Майлы қосан термесін қояп. Швер маэстро кетті. Кімді? Басқа бері чағыршы. Жадыра құдашаны шабалақпен асыламыз. Жадыра! Есіңіз? Жадыра. Кім боласыз? Бөлесіз. Дайынсыз ба? Дайынсыз ба? Қандай музыка қойып? Бәрі ма? Бәрі ма қада? Швер. Құдаша, намысымен отырамыз. Көрдіңіз, басандамыздар сондай біз. Және Гүлшат тәте. Кім? Гүлшат тәте. Гүлшат тәтесі. Әрі Құдай жарыласын Азат саған. Азат, қарсыласыңнан бірсе өлең таңдамайды. Сәлемет. Есіңіз? Кім боласыз? Апасы. Дайынсыз ба? Дайынсыз. Жібер оны маэстро кеттіген. Just
Кім мықты? Семейный проблема басталды. Кім мықты? Екеуінде. Қатыннан қорқамыз, еуіш. Кім мықты? Азат. Кім? Енді соңғы рет сұрайын. Қалатын жерін ұмытпа, Кім мықты? Біреуіне. Кім? Екеуің бір-бірлеріңді тыңдап біліңдер. Кім мықты? Гүлжапет. Досым, салам алейкум. Бір қол соғып қояйық Азатқа. Мама, сіз жатпаймын ба? Күн шағасы бір еркісін шағырыңызшы. Күшті билейік. Қайсы екен? Кім? Азатқа ұқсайды дейді. Азатқа ұқсайтын қайным бар дейді. Есімі? Ой, мен амандым ба? Шақырыңыз. Тойынбек Жапырақ Нұржан Асылан. Келіңіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Тойық болсын. Есіміңіз? Тойын. Кім боламыз? Інісі. Інісі. Дайынсыз ба? Дайын. Қандай музыка ғой? Любой. Любой ма? Жібер отырмай. Точно? Азат тұршақ. Азат кетіп қалды ғой. Осы сен Азат. Азаттан кетіп қалған жаққа. Жайғасы балымыз көкеміш. Риза болайын. Жібер отырмай. Дауысқа салып көрейік. Інісі қалай биледі? Папамның інісі қалай биледі? Рахмет. Давай, былай жасайықшы, құрметті ағайын. Бұл кісілер жетіскеннен той жасап жатқан жоқ. Ақшасын далаға емес, баласына шашып той жасады. Сыйлық иман етіп тойдың төрінен орын берді. Енді бұл кісілер сынамай, сыйлап нормально қол соғып қошеметтеп, бір үйдің баласына нормально өткізейік. Үркіншелі ұмытпай, нормально өткізейік, құрметті ағайындар. Қолдарыңызды столдың астынан тұтпай, көтеріп бір нормально болса болайық, құрметті ағайындар. Енді қаттайды деп режиміңізді, құрметті ағайын. Мына жақтағы көзге сіздер деймей бүйтіп отырсыздар, кәдімгідей. Бұл сіздерді сынап отқан сияқтысыздар. Сыйлап келдік, күліп қайтайық, құрметті ағайын. Тойды күшті қылып өткізейік. Дұрыс па? Дұрыс қой. Рахмет. Және бір рет сұрайын, без музыка. Папаның інісі қалай биледі? Осындай көңіл биледі. Келіңіз. Құдасы қалай биледі? Рахмет. Кімді алып қалай? Құдашаны алып қалай ма? Құдашаны. Кім мама? Құдашаны. Ал? Берем отық сізге. Жолды берем. Беріп әпмеңіз. Керек емес. Сізге бір қол соғып қошеметтер қабіліңізді. Рахмет. Кім чаңдасың? Досмандарынан не болса? Ақберенші. Ақберенші шағашы қазыламыз. Ақберен. Ақберен. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Есіңіз? Ақберен. Досыма? Досы. Оказывай? Аталова. Қандай музыка бар? Любой. Любой ма? Жібер. Шашадыңыз ойын, сізге бір қол соғып қояйық құдашамызға. Кім шақырыз? Кім? Майрамгүл тәтесін шапалақпен ортаға қарсы аламыз. Майрамгүл тәте.
Qanday muzika qo'yadi? O'zbekcha? Qo'yadimi? Ketdik, shir namoyasida. O'zbekcha bo'lsa o'zbekcha. Birden izleyip жүрміз. Бірден жауап алып жүрміз. Нормально. Құдаша қалай миллиард? Ақберен досы. Рахмет. Енді өзіңе бір сұрағаннан кім мықты деп ойлайсың? Құдаша? Құдаша. Финал. Той қызықтың қалайсың абырды? Иә. Қалайсың? Қалай? Бұл жақта барлығы мені істеп отыр. Бас жүзеге асырайды шығар. Аркен. Досы Мұхағалидің атынан 10.000 теңге бір қол соғып қошеметтеп қояды. Және де жасынан өзінің атынан 10.000 теңге, және кімнің атынан? Жиен шардың атынан 20.000 теңге қалың olsun. Төрде достар отыр ғой. Мұқаш шана берді ғой маған. Ымлан, достар отыр ғой. Кім атынан? Ағасының атынан 10.000 теңге. Қазбе, лауырмай, нәлешек көзі. Ымлан атынан 10.000 теңге. Тойдан кейін тартып алу үшін жоқ. Кейін шығарам өзінің сөзді қоясын. Ішті. Енді осы жерде папаның туысқандар отыр ғой. Папаның мерейін асырып шығармадық па? Мен до конца күтемін. Кім атынан? Ағайындардың атынан 5.000 теңге бір қол соғып қошеметтеп қояды. Тағы, бес алдан жиналса қайта берем ғой деймін мен. Болдық па? Кім атынан? Жасан бөлілердің атынан 5.000 теңге бір қол соғып қошеметтеп қояды. Рахмет. Енді финалға бір мықты ер азамат керек. Біреу шақыр. Азат ағам. Азат ағамыз ба? Азат ағамыз шапалақпен ортаға қазаламыз. Азат өскенде осындай боласың сен. Келім саған. Ассалаумағалейкум. Кім боласыз? Жасұлан? Ағасы. Ағасы боласыз. Ойлағаныңыз ба? Дайынсыз ба? Мәле? Қандай музыка қой? Қандай музыка қой? Аға, бұл жаққа кеп алыңыз. Ау, келіңіз, мен қасыма тұрып алыңыз. Тәте, сіз қашасыз? Тәте, сіз қасыма. Музыка қоям, сіз төрге қарай қашып кетіңіз. Мынау туат, келістік қой, ә? Мен сөйлеп алайыншы. Дайынсыз ба, тәте? Жүгіріңіз. Шмер маэстро кетті. Бірінші рет көріп тұрмын, еркекке әйелдер келіп тұрған. Арасы анжаға кетіп қалса өзі барады ғой. Жібер! Жібер! Анжаға ақы. Мен болған. Ініңіздің тойы ғой, что бір балақ тұртсаңыз, бір балақты тұртсаңыз. Тұрмайсыз ба? Рөлге керек та бірден аға. Тұрыңыз. Екеуіміз біреуін деп едім ғой мен. Шырмайсыз!
Қарса жоқ дейді. Ойлап көріңіз. Сонда жоқ деп тұра бересіз. Ойланып көріңіз дейді. Жігітім бар десің. Жігітім бар. Жоғыңызға оп! Байқаңызшы ал талып жемемеңізші әйді. Мен бұл жақта тұрып өтейші. Не дейсіз? Жігітім бар дейді. Баласыз суды ұстап қалып жоқ. Жігітім бар дейді аға. Қақырса ойнатыңыз. Мен красавчикам. Мен красавчикпін дейді. Жоқ, жігітім бар. Жоқ, жігітім бар дейді. Сызылма. Сызылма дейді. Күйеуім бар. Жігітім сразу күйеуім бар. Аға кел, күйеуім бар дейді. Кешірер. Күйеуім бар дейді. Сол кезде күйеуі шықпады. Сол кезде күйеуі шықпалады Сейтаным. Ал келді. Күйеуімен сөйлестіңіз ал? Жа, Джимми! Джимми емес ол, Сейтаным күйеуі. Я Джимми. Мен айтылсын. Сейтаным жігіт болсаңыз, мен Джимми. Не дейсің? Қолың жай батамды берейін. Қолың жай батамды берейін. Ризам. Не сұрауды? Ата сұрауды ма? Қатын сұрауды? Ата сұрауды ма? Қатын сұрауды? Қапты. Не дейді? Бересің ба? Қатын сұрауды. Көңілдің кредитін жатта алып кеп деу. Давай. Давай. Қой. Бересің меншігі ортаға шығып алып, екеуіміз не істеп алып? Өзінің күйеуі шақпай қой. Құламыз қап. Нақсың күйеуі бар ма? Шығай да бар. Ona kısmı yemdeyip alыңыздар. Жақсы, имамдар. Алла имам келеді дейді басқаларға. İşte кімге берейін енді басшыны? Берейін ба? Құдашаға. Кімге берейін? Екеуіне дана біреуіне айт. Папа, кімге берейін? Енді екеуіне? Біреуіне айтыңыз. Саған? Құдашаға берейін ба? Келсіз? Иә. Құдашаға берейін ба? Орта айын. Рахмет. Енді құрмет ағайын, қонақтардың атынан ақшалай приздарымыз бар, тойымыздың иелерінің атынан подаркаларымыз бар. Енді бөліп жармай алмай, мына кісі мықты деп, екі кісіге 10 мыңнан бөліп берсек бола ма? Рахмет. Енді мен сразу бірдеңе айтайын. Бүгін тойға мен ақша үшін, ата үшін, мансап үшін келгенім жоқ. Сразу айтайын. Аншақта отырған өздеріңіздің балаларыңыз, папа, балаңыздың достары, менің өнердегі, өмірдегі ағаларым араласатын. Сол кісілер айтты. Досымыздың тойы саған аманат, аманатқа қиянат жасап микрофонды алып өнеріңді көрсет дегеннен кейін, маңдайымдағы терім табаныма төгіліп атқанша, сіздің әулетіңіздегі той жүргізуге кетіп тұрған жайым бар. Ойлап қалмаңыздар, мен әтәңеттің басқан чай кеп тұр екен деп, құрметті ағайындар. Мен ақша үшін келгенім жоқ. Бүгін тойға сынайын деп келгенім жоқ жалпыңды. Жақсы көрем қазақ деген халқымды. Бес саусағың бірдей емес дегендей, бұл қазақтың қонағы да әртүрлі. Бір қонақ бар, тойға әрең келетін, есіңмен кердең басып енетін.
Содан кейін шығып алып төр жаққа оны мұны әңгіме сөйлейтін. Бір қонақ бар, бір шыбықпен айдайтын. Тамада, неғып маған сөз бермейсің деп қоймайтын. Сөз бермей қалып жатса сол жанға бір басында бір тоқ шөбін айнайтын. Бір қонақ бар, міне ағамызбен қодаша секілді шайнайтын. Жұрттың тойын, өзгенің тойын, өзінің тойы секілді тойлайтын. Міне осылай болса екен бәрі де күліп билеп жанарына тоймайтын. Жас қонақтың дегендерін қоса olsun, қазағымның тойлыманы көп болсын деп табылсын. Енді 10 мың теңге қодаша сізге бас жүлдеге, және де бас жүлдеге 10 мың теңге аға сізге бір қол соғып, және кет қалмаңыздар. Той иелерінің атынан керемет сый бар. Мынау қодаша сізге той иелерінің атынан бір қол соғып қояйық, кетпеңіз. Рахмет. Мына 10 мыңды адалдап алып кетемін деймін, ағам бірдеңе дейді, билейміз дейді. Жібер орнамай астыра кетті. Қоймай қойыңыздар, билеп жайғаса беріңіздер. Тұратын боламыз, мен ортаға ағамен, жеңгемнің, папамен, маманың жалпы нағашы жиен бөлелері болса ортаға шақырайын, билеп асабаларға келе қойыңыздар. Нағашылар жиен бөлелер, келіңіздер. Күшті болып тұрып алайын, тілек айтыңыздар. Тойдың қасында келістік, үлкендеріміз тілекке шыққанда тілек тыңдаймыз, тамада шыққанда шулаймыз деп құрметті ағайын. Енді назарды ортаға бұрып, кішкене 5-10 минут тілек тыңдап алыңыздар, содан соң астық айырып билейтін боламыз барлығымыз. Қош келдіңіздер. Тойларыңыз құтты болсын, үлкеніміздің жол көрсетіңіздер, микрофон сол кісіге ұсынайын. Нағашылардан бастайық. Келіңіз аға ортаға. Кеше құрметті қонақтар, міне бүгін қарындасым Бүләрмен жеңіске оралымында себепші болсынан 2 жас көп. 2 жас әрқашан бақытты болсын, денсау болсын. Жеңіс күндерінің тойларын құтты болсын. Дендерің сау болсын. Осы баланың қызығын көріп, мына бізге басқан дастархандарын тойға жайып, әрқашан тойға келейді. Мына нағашылардың атынан алғандай сыйлықтар бар. Ат терлеп Өзбекстаннан келіп отыр. Жасылардың балалардың тойына. Әрқашан жасылар осыған қосаға осы жеңіспен өтәрдің адал малдар болыңдар. Дендері сау болсын. Әрқашан балалардың атынан беріледі. Ассалаумағалейкум. Жеңіс күндері Победа құтты болсын. Келіп жатқан құдалар қараңдар құтты болсын. Әрдайым осындай той мереке болсын. Дастархандар ашық болып, әрдайым той әзірлемесін. Осы жерде той деп беріп, бізге құда берейік. Бөлелер атында азамат барымызды қайырлаймыз. Toylarınız kutlu olsun, toy olasın, 2 jası kutlu olsun. Жаздан тойың kutlu olsun. Әрдайым өзіңіз істеген тойға келіп. Жаслар үйленіп, келін аттығындар, әрқашан инсан амандардан шығып, өнерінің атасында сүйеміз қалыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Ассалаумағалейкум, азаматтар, туыстар. Құдалар тойға шыққаннан құтты болсын. Мына Ақтөбенің қарағанның себепші жас бақытты болсын. Жаңа кейін осы ауылға беріп болсын. Мынау ел жақтың 10 көшірілді
салынған алтын көпірлеріміз бәрі болсын. Жастар бақытты болсын. Кешқарық, бүгінгі міне барлығымызға белгілі. Бүгін нағашымның отбасында үлкен той, жастар тойы. Жастар мен Фаризаға әрқашан бақыт тілеймін. Жастар бақытты болсын, той болсын. Құдалар қадамдарыңызға нұр жаусын. Жиендер атынан сыйлы қызға тапсырған фұрсаты. Қалғанымыз қосылыңыз ба? Өкмеренші болмай ма? Атаңыз жасамара кеттіңіз. Кек көрмек дегендеріне шешімізді. Кетсіңіз ба? Ассалаумағалейкум. Жәке, қыздарымға келіңіз құтты болсын. Осы жасанның келінің өңіресі олжақ болсын. Сіздердің әртүрлі әрдайым әйтеуір қызметтеріңізді сеп жүре берсін әйтеуір. Сол үшін айтқанға қосыламыз. Келіңіз. Сөйлесіз ба? Келіңіз. Жасан, құтты болсын. Берекелі бақыт болсын. Никшас бақыт болсын. Кектеріңіз қабыл болсын. Ешкім емескенде Алла тағаланың ұлағына жалынсын деген келеді. Мынау баяғыда Қазақстан Республикасының көк туын желбіреткен Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов аталарымыз былай дейді. Қазақ ірі болу керек, ірі болу үшін ең алдымен қазақ тірі болу керек дейді. Менің сіздерге айтарым, нағашылар, жиен-бөлелер, ірі болыңыздар, тірі болыңыздар. Главный жаңа Қазақстандағы крутой шалгемпірлердің бірі болыңыздар деген. Енді алып берген сый-сыйпат болса табыстай қойыңыздар, папа-маманы құттықтаңыздар, естелікке бір фотоға түсіп жайғасыңыздар, астың балтасына лайық. Ал кеткен жүрек! Кешіне арнайлап дайындалған шекер қосылған тәттінен орысшылап айтқанда тортымыз дайын болды. Осы жерде Пердегүл әпкеміздің атынан керемет тойға шашу, жастардың құрметіне керемет тәтті нан. Құрмет ағайын қабыл алыңыздар. Жастар бақытты болсын, ал торт алып беріңіздер. Жібердің аясына. Бір қол соғып қойып. Ал енді кухняның егесі пышақты қолға алайық, кішкене бір тортты кесейік, содан соң бір-бірімізге дәм ұсынайық. Болса қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді, ал қыздар
мен бір-бірімізге дәм ұсынайық. Ал бір қол соқпай, жастар бақытты болсын, құрметті ағайын. Рұқсат болса торт алсам, енді мен Жасұлан ағамның достарының атынан бір үйленбеген досын шақырайын, бір қол соғып қойыңыздар. Келіңіз ғой. Қош кешке. Осыдан кейін сенің тойыңа барайық, жұғысы болсын. Тойға барайық. Алда бойдақтарға бөлісіп жеңдер бәріңе. Сендерге де жұғысы болсын. Бір қол соғып қошеметтеп қойайық. Ал енді барлығымыз тортты көрген болса, торт көрдік қоя жалпы. Жастарым торт көрдік па? Мен көрмейсіздер. Қазір официант таралып кетейік. Қазір сіздерге бейуақытында керемет тәтті шай мен тәтті тортты кесіп беретін болады. Бір қол соғып қойайық. Ал енді ішінде тұра тұрыңыздар. Мен бас құдадан Жаңағасы бұрқылдай, көп берсін, көңіл болсын, дастархандарыңыз мол болсын. Жастар бақытты болсын, той-тойға бассын. Әмин, ал неміштер айтсақ, Айтбек, орысшалап айтсақ, Антрат, қазақшалап айтсақ, Алтырайық сіздерге, Антракта, өнер батырға, заправка.